Мармеледканы ұнатпайтын бала деген жоқ шығар. Менің де балаларым қатты жақсы көреді. Сондықтан бүгін өз қолыммен үйде таза құраммен мармеледка жасап берейін деп жатырмын. Бізге керегі апельсиннің шырыны. Ыдысымызға құямыз, үстіне қант саламыз, дәмі қышқыл болып кетпесі үшін, және де халал желатин саламыз, араластырамыз. Шамамен отта 2 минут араластырып қайнатамыз. Кейіннен арнайы формаға құямыз. Осындай формочкаларды Каспий магазиннен алсаңыздар болады, немесе кондитерский магазиннен алсаңыздар болады. Қасықпен құюға болады, немесе мен сияқты шприцтің көмегімен құйып шығамыз. Бөлме температурасында 10 минут қалдырамыз, кейіннен тоңазытқышқа салып 10-15 минутқа қалдырамыз. Осылайша біздің мармеледкаларымыз дайын, табиғи құраммен өте пайдалы. Сізге де керек болса, сақтап алыңыздар, балаларыңызға жасап беріңіз.